Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен Назым Оңғарбаевна, және де бүгін мен сіздерді бір керемет бір сайтпен таныстырғым келіп отыр. Алдымызда сабақ уақыты басталайын деп қалды. Сол біздің сабағымызға көмек болатын жаңағындай рабочий листы дейді ғой, қазақша жұмыс парақтары. Сол дайын әрбір пәннен дайын жұмыс парақтары бар сайтпен таныстырғым келіп отыр. Ол үшін біз әдеттегідей браузерге кіреміз. Браузерге кіріп, іздеу жолағына Live Worksheets деп жазамыз. Қараңыздар, Live Worksheets деп жазамыз. Шыққан ең бірінші сілтемеге кіреміз. Бізге осындай бет ашылады, автоматты түрде орыс тіліне аударылады. Болмаған жағдайда мышканың оң жағын басып, перевести на русский язык деп парағымызды, сайтымызды орыс тіліне аударып аламыз. Енді керегінше мүмкін өздеріңіз қазақ тіліне аударасыздар. Так, енді әрі қарай мына жерде мен тіркеліп кіріп қойдым, өзімнің атымнан тіркеліп тұр. Ал сіздер тіркелу жұмысын жасайсыздар. Google почталарыңыз арқылы тіркеліп, аты жөндеріңізді, парольдарыңызды құрастырып жазып, осылай тіркеліп бетке кіресіздер. Бетке кіргеннен кейін осы жерде бізде моя панель инструментов деген рабочий листы, планы, помощь, сообщество деген бөлімдерден тұрады. Енді бұл жер бізде рабочий листы тегін берілген екен, ал планы деген, яғни жоспарлау, КМЖ деген сияқтылар, олар ақылы түрде екен. Ақылы түрде подпискасын сатып алып қолданады екенсіздер. Так, енді рабочий листы дегенді көрсетейін. Бүгін осы бетпен жұмыс істейтін боламыз. Рабочий листы, яғни жұмыс парақтары. Мінекей, рабочий листы деген бетті басқанымызда бізге осындай бет ашылады. Бұл бет көріп тұрғандарыңыздай бізде қаншама тілдегі осындай жұмыс парақтарын көрсетеді екен. Енді осы жерде біз показать больше деген тілдерді басып, осы жерген фильтрдің ішіне казахский деп жазамыз. Қараңыздар, казахский деп жазсақ, бізге қазақ тіліндегі жұмыс парақтарын шығарып береді. Енді осы жұмыс парақтарының ішінен сіз керегінше сабағыңызды таңдап аласыз. Қараңыздар, қазақ тілден бар, ИКТ дейді, информатика, информатикадан 2 вкладка, қазақ тілі әдебиеті, математика, ағылшын, показать больше десеңіздер, әр жағында әрбір пәннен кете береді. Биология, химия, тарих, история дейді. Және қанша жұмыс парақ сандары бар екенінде көрсетілген екен. Бізде көбінесе жаңа информатика, химия, физика, математика, ағылшын тіліне көп жұмыс парақтары берілген екен. Енді осы жерде менің пәнім информатика болғандықтан, мен осы информатика деген саласын ашып сіздерге көрсетейін. Мінекей, информатиканы басқан кезде сіздерге осындай бет ашылады. Қараңыздар, 3D редактор 6-шы сынып, 5-шы сынып бойынша тақырыптарға, робототехника 7-шы сынып, 9-шы сынып дейді. Мінекей, әрі қарайда көре бересіздер. Енді осы жерден, мысалы, графикалық редактор дейді. Мінекей, қараңыздар, осы жерден мен біреуінің ішіне кірейін. Және астыңғы жағында әрі қарай беттерді таңдап кете бересіздер. Мінекей, роботтар, программалау тілі дейді. 6-шы сынып, 10-шы сынып, Python дейді. 8-шы сынып. Енді осылай қалағаныңызша керек тақырыпты іздеп өзіңіз ала бересіз. Менің сіздерге көрсетейін деп отырғаным, ол біздегі жаңағы, қараңыздар, аштық, бізде кез келген біреуіне тоқталайық, жаңағы. Так, қайсына тоқталайық.
Қараңыздар, қайсын алғыңыз келсе де. Цифрлық сауаттылық да бар екен. Растрлық графика да бар екен. Ал растрлық графиканы көрейік. Мінекей, растрлық графика дегенді басқаннан кейін бізде осы жерде мінекей ашылады. Видео сабақты қойылған бірінші тақырыпқа, бірінші тапсырмаға. Бірінші тапсырманың жазу жүзінде жаңағындай. Екінші тапсырма. Енді осылай ғана жұмыстың бір несі ретінде балаларға тапсырып, қорытынды ретінде, мысалы, сабақты қорытындылау, сабақты аяқтау деген сияқты жаңағы пунктісіне қойып, осы тапсырманы, жұмыс парақтарын беріп, жинап алсаңыз да болады екен. Енді бұл жердің бір жақсысы, бұл жұмыс парақтарын жүктеп алуға тегін берген екен. Қазір өздеріңіз білесіздер, барлық бізде платформалардың барлығы ақылы болып кетті, ақшасын төлеу керек болады, немесе жаңағындай тіркелу керек болады, подписканы төлеу керек болады. Ал осындай тегін дүниелерді өздеріңізге сақтап, жазып қойып, тегін қолданып жүрсеңіздер болады. Қараңыздар, мінекей, осындай жұмыс бір парағын өзімізге жүктеп алдық. Мынаны распечатка жасап, сақтап, балаларға алдарына таратып берсеңіз қандай күшті. Мінекей, download PDF деп алдық. Мына жерде загрузить деген, скачать деген батырмасын басып, өзіңізге қажетті жерге сақтап алсаңыз болады. Сақталынды, сақталынғаннан кейін ашып, распечаткаңызды жасап, балаларға таратып беріңіз. Тағы да басқа бір нелерін көрейік, мысалы, тек қана информатика емес, жаңағындай басқа пәндерді де көрейік. Мына жерде енді мен қайттан ашам қазір сіздер үшін жауап қойыппын. Қазақ тілінде шықты. Енді кез келген пәнді таңдасақ болады осы жерден. Мысалы, физиканы таңдай қал. Физикадан да қараңыздар. Электр өрісінің кернеулігі сәйкестендіру дейді. Физика әлемі, неше түрлі тапсырмалар мына жерде берілген. Бекіту тапсырмасы дейді. Ал міне бекіту тапсырмасын көрейік қандай екен. Бекіту тапсырмасында мінекей, мына сөздерді апарып, мына жақтарға қайсына сәй келеді, соның орнына қою керек. Ауырлық күшіне қарсы жұмыс, мысалы, осы 5 сөзден біреуін қоясыз осы жерге. Бала апарып жазады орнына. Осы сияқты. Енді бұны да біз өзімізге жүктеп алсақ болады. Қараңыздар, астында сөздер берілген, тек дұрыс орындарына қою керек. Жүктейсіз, бір парақты көшіріп алып, балаларға алдарына таратып береді. Бұл бізде бекіту тапсырмасы. Мен мына жерде әдетіндей крестикті баса салам, шығып кетеді екен. Назад батырмасымен шығайық. Сол сияқты физикадан да қаншама осындай қажетті ақпараттарды, жұмыс парақтарын балалардың алдына бере аласыздар. Сол сияқты химияны да көрейік, мысалы. Қараңыздар, мінекей. Химияның бізге лекция тапсырмалары, 3-ші зертханалық жұмыс, лекция тапсырмалары дейді. Мінекей осындай тапсырмаларды жүктеп алып, балаларға алдарына таратсаңыздар болады. Жақсы әріптестер, сіздермен бірге болған Назым Оңғарбаевна, менің YouTube арнама тіркеліп, әріптестеріңізбен бөлісіп, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.